Бауыр аурулары. Бауырдың қалыпты жұмысын бұзатын әртүрлі аурулар. Бауыр адам ағзасында қанды тазалайды, улы заттарды залалсыздандырады, ас қорытуға қатысады. Сондықтан оның ауруы бүкіл ағзаға әсер етеді. Бауыр ауруларының себептері. Вирустар. Гепатит А, Б, С. Дұрыс тамақтанбау, майлы, ащы тағамдарды көп жеу, алкоголь ішу, дәрілерді шамадан тыс қолдану, улы заттармен улану, зат алмасу бұзылыстары. Алдын алу жолдары. Дұрыс және пайдалы тамақтану. Алкогольден бас тарту. Гепатитке қарсы вакцина салдыру. Жеке бас гигиенасын сақтау. Дәрілерді тек дәрігер кеңесімен қабылдау. Салауатты өмір салтын ұстану. Бауыр ауруларының белгілері. Тез шаршау, әлсіздік, жүрек айну, құсу, тәбеттің төмендеуі, оң жақ қабырға астында ауырсыну, терінің және көздің ағының сарғаюы, зәрдің қараюы, нәжістің түсінің ашық болуы, іштің кебуі, іш ауруы, бас ауру, бас айналу, терінің қышынуы. Егер де осы белгілер болса, жедел түрде дәрігерге қаралып, дәрігердің нұсқауымен ем алған дұрыс. Денсаулықтарыңызды сақтап, салауатты өмір салтын ұстаныңыздар.